Алма ағашының сортын ауыстыру, сорты ұнамай қалған немесе аурушаң болған кез келген сортты осылай өзгертуге болады. Мына жерде бізде 10 жылдан асқан өте жуан осылай алма діңгегі болды. Оны көктемде кесіп алып тастап, мәдени басқа сорттан мына жерде телу жасалды. Одан кейін міне 2-3 ай бойы өсіп шыққан мынау нәтиже кәдімгідей жақсы биіктікке жетті. Бұл жерде жасалған кезде бұл діңгек ескі болғаннан кейін, бұл жерде өте жуан діңгек. Бұл жерге 4 қаламша телінді. 1, 2, 3, 4. Содан 2 жақсы өсті, жақсы дамыды. 2 әлсіз болды, оны дереу сындырып алып тастадық бастағы кезеңдерде. Одан кейін мына 2-дің де біраз өскеннен кейін 1-ін сындырып тастадық. Міне, мынау сындырып алып тасталды, міне қаламша телінген. Бұл да өте жақсы өсіп дамып жатыр еді, бұнда сындырып алып тастадық. Өйткені соңғылығында керек бізге 1. Сондықтан да ең жақсы дамығанын қалдырдық. Ал енді мына екіншісін алып тастап, осыған бүкіл күшті бағыттаймыз. Одан кейін енді келесі жылдары бұның қаңқа бұтақтарын қалыптастырып, одан ары қарай бұл енді жеміске кіріп кетеді. Енді столовка деген жаздық алма сұрпы. Артық күтімді талап етпейді, жақсы сұрып, сондай аса бір аурушаң емес. Сондықтан да осы сортқа ауыстырылды мына жерден. Сонымен енді бұл жер деңгейінен төмен. Осыны көміп тастаймыз. Сонымен осындай көшет болып ары қарай бұл өсе береді. Бұл енді тамыр жүйесі мықты болғаннан кейін өте қатты дамиды. Бұл тез 1-2 жылда кәдімгі үлкен жеміс ағашының биіктігіне жетіп алады. Оралған міне салафандар міне жатыр. Бұның бәрін мусорға жібереміз. Сонымен мына жерде діңгек жуан болғаннан кейін жанынан өсіп шыққан мынандай жабайы тамыр жақтан өсіп шыққан осындай бұтақтар болады. Оның бәрін кесіп алып тастаймыз. Жалғыз мынау сартовой 1 діңгекті қалдырып, ары қарай осыны дамытамыз. Ал енді осы жұмыстардың қалай басталып, қалай болғанын қазір мен сіздерге видеода көрсетемін. Осы видеоның жалғасында көктем кезінен бастап қалай болғанын көрсеңіздер болады. Құрметті оқырмандар, бүгін біз мынау тұрған алма ағашын төбенен кесіп алып тастап, басқа сортқа ауыстырамыз. Алдымен енді мынау түп жағынан барынша төмен алып кесіп алып тастауымыз керек. Мына сұрыпты жуан діңгек. Бұл енді қанша жылдық ағаш. Оны кесу оңайға соқпай жатыр. Алайда енді бірден қылып кесіп алып тастауымыз керек. Бұны енді біз кесіп алдық. Одан кейін мына нелерін тегістеп қойымыз керек, беткі жағын. Әсіресе мына қаламшалар отырғызатын жерде түзу қылып алғанымыз дұрыс. Сонымен жеткілікті. Енді біз бұны қаламшалар отырғызатын жақтарын былай жарып алуымыз керек. Енді бір жағына қарай жардық, екінші жағын бұл жерге енді 4 қаламша отырғызсақ дұрыс болады. Өйткені бұл не дегенмен жуан ағаш. Қаламшаны бірінші мына 2 жағына отырғызамыз. Ол үшін мына отверткамен арасын ажыратсақ дұрыс болады. Осымен ажыратып көреміз, болмаса жуанын саламыз. Жоқ, осымен ажырайды екен, осы жеткілікті. Бізде міне қаламшаларымыз. Бұл бізде столовка деп аталатын ерте пісетін алма сұрыптары. Өте тамаша. Осыны біз отырғызамыз. Мынау сияқты 1 жылдық бұтақтарын кесіп алуымыз керек. Мынау бар. Одан кейін мына жері бар. 2, 3, 4-еуіне енді 4 шыбық шықса жеткілікті бізге. Алдымен бір жағынан отырғызатын жанын кішкене ашып дайындап алғанымыз дұрыс, мынандай алып. Енді осыған сай қазір қаламшаны кесіп орнатуымыз қажет.
Мынау ең жуанын алсақ дұрыс болады меніңше. Тағы да мына асты жағын алып тастаймыз. Енді бұны былай отырғызатын болсақ, мына жерде 2-3 бұрыш қалдырсақ бізге жеткілікті. Отырған бұрыш қалады. Сонымен мына жағын алып тастайды екенбіз. Кескен кезде қиғашынан осылай кескен дұрыс. Екіншісін былайынан аламыз. Асты жағын сүйір қылып алып келген дұрыс. Мына асты жағын дайындап алдық. Енді соған сай келетін мына қаламшаны кесіп дайындамыз қажет. Артық сияқты артық бүршігін алып тастасақ болады. Кедергі жасамау үшін. Одан кейін осыған келетін қылып кесу жасауға тырысамыз. Бірінші жағы, екінші жағы. Кескен кезде мынау сүйірі болып шыққан дұрыс. Енді мынаны кішкене теркамен ашып, ашып тұрып ана орнатуымыз керек қаламшамызды. Ұстап қалды. Бұнда мына жерден 2-3 бүршік қалдырып, үш жағын кесіп алып тастаймыз. Мына бүршікке қарай кесіп қойсақ болады. Бүршіктің жағынан кішкене ұзындап алған дұрыс. Өйткені мына кішкене мына жер солып қураса, жағы мына бүршікке зақым келмеу керек. Енді мынаумен арғы жағына отырғызамыз қазір. Алдымен мына сыртқа қарайтын жағын, мына тегіс жағын таңдап аламыз. Тегіс бет болу керек, сыртқа қарап тұратын жағы. Содан кейін соған қарама-қарсы жағын былай кесеміз. Мынау да кішкене артық. Оңызды. Кейін бірінші жағы, екінші жағы, сонымен қаламшамыз дайын. Бұны да мына жерге отырғызамыз. Негізі таңғы немесе кешкі салқында, немесе бұлтты ауа райында жасаған дұрыс бұл сияқты жұмыстарды. Өйткені мына қаламшаның қорғап кетуінен барынша сақтануымыз қажет. Өте үлкен жуан ағаштармен жұмыс істеу өте ыңғайсыз. Енді шамамен ашылды. Енді отырғызсақ болады. Жеткілікті, жақсы қысып қалды. Сонымен 2 бүршік қалдырамыз да, бұны да кесіп алып тастаймыз. Ұш жағын.
Сонымен үшеуін отырғыздық. Мына төртіншісін бір жағы қалды. Бұл қаламшаны да отырғыздық. Сонымен бұл жуан ағашқа мына төрт жағына төрт қаламша отырғызамыз. Өйткені бұл енді ескі қабыққа жалғану қиын. Енді бұны тартып ораймыз. Барынша мына жерде ұстап қалу қажет. Бұл телу жұмыстарын шырын қозғалысы қалай басталады, сол кезден жасап бастай беруге болады. Қазір енді шырын қозғалысы басталып жатыр ағаштарда. Ендігі кезекте бұлардың ұштарын жабуымыз керек. Өйткені мына бойындағы ылғалы шырыны кетіп қалмау керек. Мына шыбық бізде ұзындау болып тұр. Бұның тағы бір бүршігін кесіп алып тастасақ болады. Бұл жерге 2-3 бүршік қалдырса жеткілікті. Мынаусын қалдырамыз. 2-3 қалды. Сонымен жетеді. Мынаның бастарын жабу үшін мына жұқа салапанымыздан орап қойсақ болады. Немесе садовый бар болса, соның үстіне жағып шықсақ болады. Немесе мынау сияқты пластилин оқушылардан ойыннан қалған пластилиндерді қолдансақ болады. Мынау кішкене салқын жерде қатып қалыпты. Әрқайсысына осындай жасап шығамыз. Міне беті жабылды. Енді бойындағы ылғалдың сыртқа кетіп қалмауына шектеу қойып қойдық. Біз бұл қаламшалардың беттерін жауып шықтық. Сонымен қатар мына түбінде жалғанған жерлерінде де үлкен ағаш болғаннан кейін мына жарықтар қалады. Оларды да жапқан дұрыс. Енді біз мына немен пленкамен мына тесіктерді былай жауып шығуға тырысамыз. Біз енді бұны сыртынан бір орап қойсақ болады. Содан кейін үстін бірдеңкемен бекітіп тастаймыз. Әдетте бұл биікте тұрса ашық тұрады. Біз енді мынау жер деңгейінен төмен болғандықтан сол жердің деңгейімен тегіс қылып, мынаны топырақты саламын. Мүмкін мынаның бетін толық жауып та тастайтын шығармын. Қазір көремін, қай жерге келеді, жер деңгейі соған дейін жабамыз да, кейін сол күйі қалдырамыз. Енді бұны екі-ақ жолы болды. Бұл ауру ағашты немесе түбінен алып тастауымыз керек, немесе осы әдісті қолданып тамырын өзімізге пайдаға асыруымыз керек. Өйткені мына тамыры неше жылдық өте мықты, нығайған. Оны енді түбімен қопарып алып тастау кішкене аянышты. Сондықтан да барын сақтап қалуға тырысу керек. Мынау алып кеткеннен кейін бұндай жағдайда салафандарды ағытып алып тастау керек болады. Өйткені бұл жерде күннің түсуі жоқ. Ол салафандар шірімейді. Ал енді мыналар жуандаған кезде оны қысып қалуы мүмкін. Сондықтан бұлар алып өсіп кеткеннен кейін салафандарын ағытып тастаймыз. Ол қиын емес. Мына жерді кішкене ғана ашамыз да ағыта саламыз. Әзірге осылардың алып кетуі қалған жағы қиындық тудырмайды. Бұған енді адам баспайтындай бір белгі қойып қоюымыз керек. Мынандай ескі шелек тауып алдым. Осыны мына жерге орнатамыз. Ең бастысы біреу басып кетпесіндей болса болды. Аздап енді жылжып кетпеу үшін жан-жағын көміп қойсақ та болады бұлай. Бір жағынан мынаның іші кішкене салқын микроклимат болып тұрады. Бұның бетін кардонмен бірдеңемен жауып тастаса да болады. Ылғал көбірек сақталып жақсырек алады.